анау қыста суық басталған кезде болатын жағдай, намазхандарға несіне байланысты. Суық болған кезде адамдар жұма намазға барған кезде қалалық жерлерде, әсіресе ауылдық жерде ондай жағдай кездеспейді. Мешіттерге сыймай кетеді. Мешітте сыймағанда далада оқиды, мәжбүр болады далада оқыған кезде сол біраз намазхандар мынау білімсіздікпен аяқ киімдерін шешіп суық жерде сол аяқтарын қояды, табандарымен тұрады. Енді ол көп, оған білім де керек емес, ол денсаулыққа өте зиянды нәрсе. Адам еркектің денсаулығын құртатын нәрсе. Бізде айтады, мысалы, біздің халықты, елді көбейту керек санын. Енді ол нағыз сондай намазхана, иманы бар адамдар ғой, имандылығы жолында жүрген. Сондайдың ұрпақтарға жаңа зиян тиіп жатыр, ұрпақ болуға зиян болады. Соны не себептен? Білім жетпей жатыр, мағлұмат келмей жатыр адамдарға. Кейбірлер бар, енді олар өздерін ұстаздарынан соны естіп алады, соны біледі, ондай істемейді. Ал мынау кейбір көпшілік келетін жамағат сол білмей жүреді. Сол себептен сондай денсаулықтарына, жаңа аманат болған денсаулықтарына зиян жасайды. Аяқ киіммен намаз оқуға болады. Бүкіл мазхаб бойынша рұқсат етілген, ешқандай бөждене жоқ. Мұстахаб дейді, жайыз дейді, рұқсат деп айтады. Оны хадистер, бірнеше хадистер келіп келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана жерде саллу фи ниаликум, аяқ киіммен намаз оқыңдар деп сондай айтады. Бір жерде жаңағыдай неге аяқ киім шешкенсіңдер деп, сіз шешкен үшін бізді шештік. Пайғамбар жоқ, мен неге шештім? Өйткені маған Жибрейіл алейхиссалам уахи етті, ол аяқ киімде табанда бір нәжіс бар екен, уахимен. Сол аяқ киімінде таза болса, нәжіс болмаса оқы беруге болады. Енді нәжісті қандай болады? Ана жерде айтты, нақты көз жеткізеді нәжіс болу керек. Мынандай уасуаспен емес, кір шығар, бір нәрсе шығар деп, ондай емес. Нақты нәжіс болса, сол кезде ғана онымен оқуға болмайды. Мынандай күмәнмен, нәжісі бар шығар, бір нәрседен болып жатқан шығар деп, ол дұрыс емес нәрсе. Ол үшін денсаулықты құртқан дұрыс емес нәрсе. Осы нәрсені енді кішкене алдына басына бір адамды, осы білмейтін адам соны осы насихатты естіп білсе жақсы болады. Енді ол ауылдық жерде кездеспейді, өйткені ауылдық мешіттерде адамдар сияды, орын қалады. Ал қалада осындай әр неде суық басталған кезде сондай проблема болады. Оны кейбір мешіттерде айтылады, оны жұманың алдына осындай денсаулық аманат, оны не істеңдер, оқуға болады, аяқ киіммен. Кейбірлер, бірақ оны қайта айту керек шығар деп ойлаймын. Оны арнайы айту керек шығар сол неде. Оны өйткені жаңадан намазхандар қосыла береді, намазға келеді. Олар білмейді, өздерінше сол соқыр тақуалық деп кейбірлер айтты, сондай жасайды. Соқыр тақуалық істеп, аяқ киімдерін шешіп, сондай намаз оқиды суық жерде. Сонымен өздеріне қандай зиян жасайды.